Төлеген мен Қыз Жібектің рөлін сомдаған Құман мен Меруерттің шаңырағында қонақтықта отырмыз. Сөз кезегін Бақытжанға бергенде қасында отырған Шерхан аға Шерхан Мұртаза «Тікірейген шашыңнан айналайын» деп інісінің басынан сипады. Сонда бәкең сөзін тос сөйлеуден емес, басқа бір әңгімеден бастады. «Аға, жақында мен жан тән туралы жазылған бір кітап оқыдым. Сонда айтады, адам өмірге келгенде, яғни туыла салып, екі періште қасына келеді екен де, баланың бүкіл алдағы өмір тіршілігін, тағдырын кезек-кезек айтып береді екен. Бірақ қырқынан шығарған соң бала оның бәрін ұмытады екен. Ал мен ұмытпадым. Періштелер әкең Бауыржан, әйелің Зейнеп болады дегенде, төбе шашым тік тұрды да, сол күйі жатпай қалды, деді. Зейнеп Ахметова, әзіліңді сағындық.